2025 жылдың 19 наурызында Стамбул мэрі Экрем Имамоглуның сыбайлас жемқорлық айыбымен қамауға алынуы Түркияның көптеген қалаларында, әсіресе Стамбулда, жаппай наразылықтарға себеп болды. Мыңдаған адамдар көшеге шығып, бұл әрекетті саяси астары бар деп бағалап, демократияға қарсы қадам ретінде сынға алды. Наразылықтар барысында 1400-ден астам адам ұсталды. Олардың ішінде агентство Франс Пресс фотожурналисі Ясин Акүл және бұрынғы агентство Франс Пресс фотожурналисі Бülent Кылыч сияқты 8 журналист бар. Бұл журналистердің қамауға алынуы баспасөз бостандығын қорғау ұйымдарының тарапынан қатаң сынға ұшырады. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған бұл наразылықтарды зорлық-зомбылық қозғалысы деп атап, оппозицияны тәртіпсіздіктерге айыптады. Ол оппозицияның әрекеттері үшін жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді. Оппозициялық республикалық халық партиясының жетекшісі Озгюр Өзел наразылықтарды жалғастыруға шақырып, жаңа митингіні 29 наурызда қаланың азиялық бөлігіндегі ең үлкен саябақта өткізуді жоспарлап отыр. Бұл оқиғалар Түркиядағы саяси жағдайдың шиеленіскенін көрсетеді, ал халықаралық қауымдастық Түркия билігінен демократиялық құндылықтар мен адам құқықтарын сақтауды талап етуде. Қамауға алынған Стамбул мэрін қолдау мақсатында өткен митингке шамамен 300 мың адам жиналды. Жақсы ел көшбасшысы да жақсы, Трамп Ердоғанды мақтады. Түркиядағы митинг 1,1 мыңнан аса адам ұсталды. 21 наурыз күні кешке Стамбулда соңғы 10 жылдықтағы ең үлкен наразылық акциясы өтті. Көшеге шыққан көпшілік халық Стамбул мэрі Экрем Имамоғлуның сыбайлас жемқорлық әрекетке барды және террористік топтарға көмек көрсетті деген айыппен қамауға алынуына наразылық білдірді. Имамоғлумен бірге 100-ден астам адам, оның ішінде саясаткерлер, журналистер мен кәсіпкерлер қамауға алынған. Түркияның ең ірі оппозициялық республикалық халықтық партиясының жетекшісі Озгюр Өзел Стамбулдағы шеруге 300 мың адам жиналғанын айтты. Мен құқық қорғау органдарын, қала билігін көзді аштатын бұрыш шашқызбауға пайдаланбауға шақырамын. Ешкім зардап шекпеуі керек деді ол митингте. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған наразылық акциясына қатысушыларды айыптады. Ол үкімет вандализмге немесе көше терроризміне көнбейді және қоғамдық тәртіпті бұзуға жол бермейді деп мәлімдеді. Имамоғлу ісі. Стамбул мэрі Экрем Имамоғлу биыл 19 наурызда ұсталды. Оған сыбайлас жемқорлыққа, парақорлыққа барды, пара беру арқылы сатып алуды ұйымдастырды, террористік топтарға көмек көрсетті деген айып тағылып отыр. Ал саясаткер өзіне тағылған айыппен келіспейтінін және биліктің қысымына көнбейтінін мәлімдеді. Одан жауап алу процесі шамамен 3 сағатқа созылды. Стамбул мэрі алдағы сайлауда Республикалық халықтық партиясының атынан президенттікке кандидат ретінде ұсынылғанға дейін бірнеше күн бұрын ұсталған. Жалған диплом. Бұған қоса Стамбул университеті Имамоғлуға берілген дипломның күшін жою туралы шешім қабылдады. Елдің бас прокуратурасы Имамоғлуның солтүстік Кипрдегі университеттен Стамбулға ауысуы кезінде бұзушылықтарға жол берілуі мүмкін деп есептейді. Өйткені Түркия ол кезде аралдағы оқу орнын ресми түрде мойындамаған. Имамоғлуның өзі бұл туралы куәлік берді. Егер диплом жарамсыз деп танылса, Стамбул мэрінің президенттікке түсу қиындайды. Себебі Түркия конституциясы бойынша жоғары білімі бар адамдар ғана жоғары мемлекеттік лауазымға үміткер бола алады. Әзірге Имамоғлу президенттік бәсекеде Ердоғанның басты қарсыласы ретінде саналады. Түрмеде жатқан Экрем Имамоғлуды партиясы президенттікке ұсынды. Стамбулдың экс-мэрі Экрем Имамоғлу. Түркияның оппозициялық халықтық республикалық партиясы қамауға алынған Стамбул мэрі Экрем Имамоғлуды ресми түрде президенттікке ұсынды. Партия ішіндегі праймеризге 15 миллион түрік азаматы қатысып, 13,2 миллион сайлаушы Имамоғлуды қолдап дауыс берді. Ол жалғыз үміткер болды. Хырп төрағасы Өзгүр Өзел Түркияның қазіргі президенті Режеп Тайып Ердоғанды кезектен тыс президенттік сайлау өткізуге және сол сайлауда Экрем Имамоғлумен бәсекеге түсуге шақырды. Стамбулдағы жаппай наразылықтар. Ондаған мың оппозиция жақтастары Стамбул мэриясының алдында жиналып, Ердоғанның саяси қарсыласына қатысты қозғалған істі саяси қудалау деп есептейтіндерін білдіріп, наразылыққа шықты. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, митинг барысында Өзгүр Өзел,
Имамоғлу бір жағынан түрмеде отыр, ал екінші жағынан президенттікке жол тартты деп мәлімдеді. Наразылық акциясында сондай-ақ жаңа президенттікке үміткердің жары Дилек Кая Имамоғлу сөз сөйледі. Түркиядағы толқу әлі де жалғасып жатыр. Демонстранттар баррикадалар тұрғызып, полициямен қақтығысқа түскен. Нәтижесінде 66 адам қамауға алынып, 5 полиция қызметкері жарақат алған. Экрем Имамоғлу 19 наурызда қамауға алынған. Оны елде тыйым салынған Күрдістан жұмысшы партиясын қолдады деп айыптады. Бірақ Имамоғлу өзіне тағылған барлық кінәні жоққа шығарды. 21 мен 22 наурыз күндері саясаткер бірнеше сағат бойы тергелді. Ал 23 наурызда сот шешіммен ресми түрде қамауға алынып, түрмеге жіберілді. Сол күні кешке Түркияның ішкі істер министрлігі оны уақытша қызметінен шеттететінін мәлімдеді. Алдағы күндері Стамбул қалалық кеңесі, онда көпшілік орын Халық Республикалық партиясынаға тиесілі, жаңа уақытша мэрді сайлауы тиіс. Қазақстанның Түркиядағы елшілігі елдегі қазақстандықтарға үндеу жариялады. Оларды қалыптасқан жағдайға байланысты халық көп жиналатын орындарға бармауға, шерулер мен митингілерге қатысудан тартуға, қауіпсіздік шаралары